Өзіңді жақсы көру. Өзін жақсы көрген адам шынайы махаббатқа алғашқы қадам жасайды. Ошо. Мен өткенімді өзімнен босату жаттығуын жасап болған сәттен бастап, күніне бірнеше рет айнаға қарап, үйдегі кішкентайымды еркелететін сөздерімді, жалпы жер бетінде қандай жақсы сөз бар, барлығын өзіме арнап, дауыстап айтатын болдым. Мысалы, күн сайын таңертең айнаға қарап, жаным сол, Камшаты менің, қайырлы таң, ақылды менің, мен сені қатты жақсы көремін. Сен жер бетіндегі ең жақсы адамсың. Бүгін саған көптеген жақсы тосын сыйлар жасаймын. Бүгін біз үшін ең керемет күн. Сұлуым менің, ақылдым менің, білімдім менің, еркем менің, тәттім менің, қасы да әдемі, көзі де әдемі. Жақсы көрем сені деп міндетті түрде айтамын. Біреулерге оқып отырғанда күлкілі болып көрінетін шығар, бірақ сонда да жасауға кеңес беремін. Себебі осылай күнделікті айнаға қарап, өзімен сөйлескелі бері өзіме деген махаббатым күн сайын арта түсті. Шынымен де ақылды, әдемі екенмін. Мұны мен ғана емес, жан жағымдағылар да байқағандай, киіміме қатысты, өзіме, түріме, сөзіме қатысты айналамнан мақтаулар көп еститін болдым. Ешкім, ойбай, Камшат өзін-өзі жақсы көруді үйреніп жатыр екен. Біз де оған жақсы сөйлейік деп өзгерген жоқ. Тіпті менің осылай білім алып жатқанымды басында ешкім білген емес. Мұндағы жалғыз құпия, мен ғана өзіме деген көзқарасымды өзгерттім. Біз өзімізді жақсы көрмей, ешкім бізді жақсы көрмейді. Біз өзімізді бағаламай, ешкім бізді бағаламайды. Жетістіктің барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Бақыттың барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Луиза Хей айнаға қарап өзімен сөйлесу туралы көп жазған. Бұрын айнаға қарағанда ылғи ұнамайтын жерлерімді ғана байқап, мұрнымды тыжырайтушы едім. Бір мен ғана емес, көпшілігіміз айнаға қарағанда ылғи өзімізге көңіліміз толмай жатады. Жалпы, айнаны тек боянып, тарану үшін ғана ойлап тапқандай қабылдаппын. Айнамен жаттығу жасау алғашында маған да оңай болған жоқ. Тек қайталау арқылы ғана барлығын үйренесіз. Айна мен үшін әр адамның өз сұлулығына тамсанып, қарағанда ар жағындағы сұлу қыздың әдемі жүзін көріп, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін керек. Айнаға қарап күлімдесең, ар жағындағы тәтті қыз күлімдейді. Қабақ шытсаң, ол да қабақ шытады. Өмірде тура осындай айна сияқты. Өзің күлсең, саған да күліп қарайды. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсең, соны аласың. Немесе басқа адамдардың өзіне қалай жасағанын қалайсың, басқаларға сен солай жаса дейді. Еш нәрсе күтпе, ең бірінші өзің алғашқы қадам жаса. Барлығын өзіңнен баста. Бұл жерде қаржылай тақырыпты айтып тұрған жоқпын. Рухани жағынан қараңыз. Ешкімді кінәламай, барлығын кешіріп, өткенді өзімізден босатып, өзімізді жақсы көріп өмір сүрсек, жүрегіміз мейірімділік пен махаббатқа толы болары сөзсіз. Дұрыс сөз сөйле, жақсы ой ойла, жақсы көр, махаббатыңды бер, қол ұшын соз, титтей болсын қуаныш сыйла. Есесіне еш нәрсе күтпестен рухани барыңмен бөлісуге тырыс. Бергеніңнің барлығы еселеп өзіңе қайтып келері сөзсіз. Бұл заңдылық. Мұндай өзгерістер жақсы сөз сөйлеу, жақсы ойда болу, жақсылық жасау, барыңмен бөлісу сияқтының барлығы да тегін. Әркім өзі ғана жасай алатын ғажайыптар. Тек таза ниет болса болғаны. Ең бастысы осы айтылған кеңестер бойынша алғашқы қадам жасаңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келетініне сенемін. Мен өзімді қалай жақсы көре бастадым? Және қандай жағдайда тұрсам да тек жақсы сөз сөйлеп үйрендім. Алдымнан бүкіл сәттіліктің есігі ашыла бастады. Өмір сүру жеңілдей түсті. Өмірге деген құштарлығым арта бастады. Өмірдегі небір ғажайыптардың қыр-сыры ашыла түсті. Ең бастысы өзіме, өзгеге, өмірге, қоршаған ортаға деген махаббатым, сүйіспеншілігім арта берді. Айналамнан тек әдемілікті көремін. Жан жағыма тек жақсы адамдар жиналуда. Мен үшін өмірде барлығы үсті-үстіне жақсарып келеді. Себебі мен өзімді жақсы көре бастадым. Ақырындап ойымды, сөзімді өзгерттім.
Мен дұрыс әрекеттер жасадым. Енді осыларға дәлел ретінде өмірінде болған тағы бір тамаша оқиғамен бөліскім келіп отыр. Жақсы сөз жарым ырыс. Кез келген жағдайға тап болғанда айтар жақсы сөзің болмаса үндеме. Сол 2014 жылдың көктемі. Үйде киім тігіп, тәтті нандар пісіріп, аз-маз нәпақамызды тауып жүрген кезім. Кенет мен үшін, жалпы үйдегілердің барлығы үшін күтпеген оқыс оқиға болды. Анамнан кейінгі анам айналған туған әпкем көз алдымда қайтыс болды. Қазаның қайсы болса да оңай емес. Бұл да бір ауыр қаза болды. Мен туған туыстарымды көрмегелі біраз уақыт өткен екен. Менің жағдайымда бірі білсе, бірі білмейтін шығар. Әпкемнің қазасында бәріміз бас қостық. Сол кезде менің байқағаным, көңіл айтып болғаннан кейін барлығы менен не тіршілік жасап жатырсың, немен айналысып жатырсың деген сұрақты ақылдасып алғандай, бірінен кейін бірі қояды. Луиза Хейдің кітабын қайта-қайта оқығанның пайдасы шығар. Мен сұрағаның барлығына Қытайдан пастель жібереді. Соларды үйде отырып оптым сатып жатырмын деймін. Міне, осы сөзді сенсеңіздер, 2014 жылдың жазында 3 ай бойы айтып шықтым. Себебі әпкемнің жерлеу рәсіміне, 70-40-на келгендер, бұларға келе алмай арнайы үйіме келіп, көңіл айтқандардың сұрағы менің не тіршілік жасап жатқандығым болды. Луиза Хейдің қандай жағдай болса да, қазіргі күйіңіз тіпті қиын болып көрінсе де, жақсы сөз сөйлеңіздер, тек жақсы сөз айтып үйреніңіздер дегені миымда шегеленіп қалса керек. Мен елдерге өзімді бейшара етіп көрсетпеуге тырысып, жағдайым жаман емес дегенде Қытайдан пастель жібереді, соны оптом үйде отырып сатамын деймін. Мен Қытаймен сауда жасамақ тұрмақ, Қытайды ұмытқалы қай заман. Есіме түссе, сағыныштан жылағым келетін. Айтпағым бұл емес, айтпағым жақсы сөз жарым ырыстың көкесі алда екен. Содан жаз мезгілінің соңғы айы. Бір күні отырып, 10 жылға жуық ұстаған кесел нөмірім есіме түсіп кетті. Мен ол нөмерді қызымның әкесі хабарласып мазаламасын деп өшіріп тастаған едім. Дереу сол нөмерді тауып алып қостым. Қосқаным сол екен, Қытайдан қоңырау келіп тұр. Түсінбей тұтқанын көтерсем, сен қыз қайда жүрсің? Сені таба алмай жүрмін, жолығу керек. Саған ұсынатын бір жұмысым бар. Қайдасың? Тез кездесейік дейді. Бұл менің бұрын Қытай мен Қазақстан арасында сауда жасағанда бірнеше рет бірге жұмыс істескен жақсы сенімді қытайлық танысым еді. Бұл кезде жақсы сөз жарым ырыстың жұмыс істеп жатқанын түсініп тұрған мен жоқ. Басыма бірден қандай жұмыс болса да ақшам жоқ қой, оның үстіне баламен қайдағы жұмыс деген сияқты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Мен ол кісіге, аға, мен қазір кішкентай баламен отырмын, ешқандай жұмыс жасай алмаймын, Қытайға бара алмаймын деп ат-тонымды ала қаштым. Ағам кездесейік деп қояр емес. Ешқайда баламен шыға алмайтынымды айтсам, мекен жайымды сұрап қоймады. Содан мекен жайымды алып, бір аптадан кейін үйіме келді. Дастархан басында отырып, өз ұсынысын айтты. Әпкемен жездем Қытайдағы көрпе төсекке қажетті заттарды шығаратын бір зауыт келісім шартқа отырып үлкен қойма ашты. Соған Қазақстанда зат сататын сенімді қыз керек. Мен сені айттым оларға, жездем де сені жақсы таниды екен. Олар сенімен кездескісі келіп жатыр. Қашанға шақырайын, қашан кездесе аласың дейді. Менің басыма тағы бірден қайдағы сауда жасаған, өз күнімді зорға көріп отырмын. Ол үшін қыруар ақша керек деген сияқты ақшаның жоқтығына қатысты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Сонда да ақшамның жоқтығын айтпай, қазір мен баламен отырмын, сата алмаймын деп ұсыныстан бас тартып жатырмын. Ағам әпке жездесімен кездесуге көндірді. Әне-міне дегенше көз келді. Содан бір күні ағам жездесі екеуі келіп ұсынысын айтты. Ешқандай ақша салмай-ақ, тек тауарды өткізсем болғаны. Керек тауарды қажетінше жіберіп отыратындарын айтты. Сондай-ақ тауарды бір талдап емес, көтерме, оптым сатуға ұсыныс жасады. Таң қалдым. Сонымен екі жақ келістік. Олар маған тауарды салады. Мен тауарды өткізіп ақшасын салатын болдым. Қажет болса, базарлардың бірінен көтерме сауда жасайтын қойма ашып беретіндерін айтты. Тауарды біздің елде сататын болғандықтан затты маған таңдатты. Сонымен арада бір ай өткенде маған төсек жабдыққа қажетті барлық тауардың бір-бір данасынан үлгі келді.
Мен болсам кімге сататынымды әлі білмеймін. Затты күтіп алған күні маған бір ой келді. Қазақстанның әр қаласына туған-туыс, құда-жекжат, дос-жаранның барлығына тауардың суретін WhatsApp арқылы жіберіп, тауарды сатуларына ұсыныс жасау керек деген кәдімгідей тізім жасап, барлығына суреттерін жібердім. Тауар бәріне ұнады, саудан басталып кетті. Тауарды күтіп алып, жіберіп үлгерер емеспін. 2 бөлмелі үйім қоймаға айналды. Қалтамда ақшам бар. Тауарын өткізіп жатқан Қытайда ағаларым да риза, өз жұмыстарынан бөлек күтпеген жерден саудагер болып, пайда көріп жатқан туған-туыстарым да риза. Бұл өзі не? Ала берем десе терезеден береді деген сөздің растығы ма? Әлде жақсы сөз жарым ырыс деген халық нақылының дәлелі ме? Бәлкім, жындының айтқаны емес сандырағы келеді дейтін тәмсілдің айғағы шығар. Қалай ойлайсыздар? Меніңше, қалай десеңіз де мәселе қалай аталуында емес. Мәселе осылай жақсы сөз сөйлесек қана бәрі жақсы болып, Алла бізге күтпеген жақсылықтарды беретініне сенуде. Беруші бір Алла ғана. Біз тек дұрыс нәрсе ойлап, дұрыс сөз сөйлеуіміз керек екен. Аффирмацияның жалпы аузымыздан шыққан әрбір сөздің байқатпай алдымыздан шығатынын тағы бір дәлел шығар. Осы саудан басталғанда бір күні ойландым. Осыдан аз ғана уақыт бұрынғы күйім қалай еді? 3 жаңа сөзді естуім, Луиза Хейдің кітабын жаяулатып іздегенім, кітап алуға ақшаның табылуы, кітапты оқуым, барлығын кешірдім деп жүргенде, ұмытылған адамның кешірім сұрап келуі, өзімді жақсы көруді үйренуім, аффирмациям, аз ғана уақыттағы үйдегі жақсы өзгерістерім, көңіл күйімнің көтерілуі, киім тігіп, әр нәрсені пісіріп, ел жұртпен араласып, ақша таба бастауым, арадағы әпкемнің өлімі. Бәрін қойғанда, Қытайдан пастель келеді. Соны үйде отырып көтерме оптым бағамен сатамын, деп елге айтып жүргенде, дәл менің аузымнан шыққан саудаға қытайлықтардың өздері дәнекер болып, мені іздеп келіп ұсыныс жасауы. 1 тиын ақша салғызбай, миллиондаған ақшасы бар сауда үйге мені өзі іздеп келді емес пе? Мұның барлығы әуелі Алла, одан кейін оқыған бір ғана кітабымның арқасы. Луиза Хейдің ғана кітабын оқып, айтылған жаттығудың бәрін жасай бастағаннан кейін өмірінде осындай тамаша өзгерістер басталғанын байқап, келіп жатқан жақсылықтың бәрі титтей ғана алған білімнің арқасы екенін түсіндім. Қап-қараңғы болып, түнерген өміріме сол кітап шамның жарығындай сәуле түсірді. Бұл шамды өшірмей ары қарай лапылдатуды ойлап, ізденіп, ютубтан осы тақырыпқа қатысты әртүрлі қысқа бейнебаяндар көре бастадым. Менің құпиям кітаптан оқиын, біреулерден естиін, ақылы білім берген ұстаздарымнан естиін, кез келген өзіме ұнаған жаңалықтың қажетін, ешқандай артық сұрақсыз, күнделікті өмірде пайдалану арқылы тәжірибеме ғана сол айтқандарының барлығын рас екеніне көз жеткізу болды. Әр адам өз өмірінің авторы. Әр адам өз өмірінің авторы. Не ексең, соны орасың. Роберт Дауни. Бірде ютубтан бір бейнебаянды көріп отырғанда, әр адам өз өмірінің авторы дегенді естіп қалып, сол бейнебаянды бірнеше рет мұқият тыңдап, ол жердегі қиялыңды, арманыңды осы шақта дәптерге жаз, нені қалайсың, соны жаз, жазғандарыңды өз өміріне тартасың дегенді жасадым. Яғни бәрін жаздым. Адам айтса сенгісіз нәрсе, бірақ рас екен. Олай дейтінім, менің есіме өзімнің бұрынғы бала күннен бергі жазбаларым түсті. Семейде қаржыгерді оқып жүріп, сол баяғы бала күнгі әдетіммен жазу жазатынмын. Сырласым да, мұңдасым да, айнымас серігім, жан жолдасым да қалам мен қағаз еді. Қазақ тілі мен әдебиеттен жарысқа колледж атынан жиі барам. Журналымызға бір нәрселер жазам. Бір сөзбен айтқанда, жазбасам ауырамын. Жазудан рахат алам, демаламын. Ал енді мен ол кезде күнделігіме ылғи мелодрама, былайша айтқанда сәтсіз махаббатты, бақытсыз қыздың өмірін өзім образға кіріп отырып жазатынмын. Кейде біреулер оқып қоятын сияқты көрініп жыртамын, бірақ бәрі өз басына өткендей сезініп тұрып, қайта-қайта жазып аламын. Білмеймін, кімге керек, оны жарыққа шығару ойымда жоқ, тек жазамын, сәл өзгеріс енгіземін, ары қарай жазамын. Содан студенттік өмір бітті, күйеуге тидім. Жазғандарым жайына қалды, күйеуге тие салып, ажырасудан қорқатын едім. Ешқандай себеп болмаса да, ажырасып кету туралы көп ойлаймын. Тіпті өзімен өзім жүріп, ажырасуымның себебін айтып, күбірлеп сөйлесіп жүремін.
Сәл оңаша қалсам, қалам қағаз ала салып қайғырып отырып, жанымды жеген жалғыздық, бұл жалғыздық жанымды жегідей жеді деп, жалғыз басты адамның рөліне кіріп алып, қайдағы бір нәрселерді жазатын едім. Қайта жыртып тастаймын. Содан күйеумен ажырастым. 2 баламен бір арпалыс өмір басталды. Қайтсем де күн көруім керек, ешкімге салмақ салмауым керек дедім. Ешкімге салмақ салмадым, бірақ жалғыз қалдым. Расында жанымды жалғыз жегідей жеген кездер болды. Бұрын осындай заңдылық барын білмей жазыппын. Енді білдім. Өз қалағанымдай арманымды жазып көрейін деп, сол кездегі қиялымдағы арманың барлығын жаздым. Қанша күн қайталап жазғаным есімде жоқ. Бірақ күнде таңертең міндетті түрде оқып шығамын. Бұл 2014 жылдан күз мезгілдері еді. Балалар мені көріп, анашым жынданып кеткен бе деп ойламасын деймін. Олар сабақта болған кезде бір рахаттанып жазғандарымды дауыстап, образға кіріп алып оқимын. Ол кезде ақылы сабақ алуды бастаған жоқпын. Тіпті ақылы сабақты қалай алуға болатынын білмеймін. Жазғандарымды іштей көбірлеп оқығаннан дауыстап оқыған ұнайтын маған. Дауыстап оқығанда көңіл күйім көтерілетін сияқты. Оқып тұрғанымдағыдай керемет әлемге саяхаттап қайтатын едім. Сыртымнан біреу көрсе, қиялы екен дер еді. Содан кейін неше түрлі әдемі дәптерлер алдым. Ал ескі күнделігім іздеусіз кітаптардың арасында қалып қойды. Арада 2 жыл өткенде алғашқы тобыма сабағымды беріп отырып, бір кітап іздеп, сөрелерді ақтарып жатып, сол күнделікке көзім түсті. Сол сәтте есіме бірден Луиза Хей оралды. Езу тартып күнделігімді оқысам, сол кезде жазғанның барлығы қол жетпес арман еді. Бір кездері ертегі сияқты көрінетін. Жазғанымның 90% орындалыпты. Қалған 10% осы кітабымен байланысты. Кітабым шыққан күні 100% орындалды. Аллаға сансыз шүкір мақтаулар болсын. Мен сол күнделікке жазылған дүниелердің ішінен кішкене үзінді бере кетейін. Мен әдемімін. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өз ойымды кез келген жерде еркін жеткіземін. Мен бақыттымын. Адамдарға менімен сөйлескен ұнайды. Менің айналамда жетістікке жеткен адал достарым көп. Менің ойы бір жерден шығатын единомышленник достарым көп. Мен қаланың ортасында керемет өзім жақсы көретін үйде тұрамын. Мен адамдармен оңай және тез тіл табысамын. Менің киген киімім өзіме керемет жарасымды. Ақша маған жан-жақтан ағылып келеді. Әрбір келген ақша маған тек жақсылыға келуде. Ақшаң көп болғаны бұл дұрыс. Мен бұдан да көп ақшаға ие болуға лайықтымын. Мен өзіме және балаларыма қажеттіні оңай және тез аламын. Себебі менің ақшам көп. Маған қажетті адамдар маған кез келген уақытта қасымнан табылады. Мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жүрмін. Мен бұдан рахат және мол табыс табамын. Мен өзімнің сүйікті ісім кітап жазумен айналысудамын. Мен көп адамға көмектесіп жүрмін. Менің өмірім оңай және тез, жақсы жаққа өте жылдам өзгеріп барады. Мен үзбей білім алуды жалғастыра беремін. Мен көптеген адамдар арқылы сабақ алып жүрмін. Аллаға сансыз шүкір мақтаулар болсын деген едім. Бұл менің ешқандай ақылы білім алмай тұрғандағы өзімнің түсінігім бойынша аффирмацияға ұқсатып жазғандарым. Әрине, уақыт өте білім алдым. Білім алған соң көп нәрсе үйрендім. Және қалай дұрыс жазу керектігін де үйрендім. Ал шын мәнінде сол уақытта жазғандарымның барлығы ол кездерде арман еді. Ал қазіргі өмірім шын мәнінде осындай тіпті одан да жақсы. Аллаға шүкір. Сондықтан армандаңыздар. Армандарыңызды қағазға жазыңыздар. Армандар орындалады. Осы жазу туралы тағы бір ереже. Не жазсаңыз да ешқандай жағымсыз сөздерді қосып жазбаңыздар. Мысалға, былай: менің қарызым жоқ. Менде ешқандай мәселе, проблема жоқ. Мен үшін ақша табу қиын емес. Біз үйде ұрыспаймыз. Менің еш жерім ауырмайды. Жағдайым жаман емес. Мен ашуланбаймын. Мен кездесуге кешікпей барамын. Тағы басқа осы сияқты асты сызылған жағымсыз сөздерді аффирмацияға қосып айтпайсыз. Және бұл сөздерді өзіңіздің ешқандай жұмыс дәптерлеріңізге жазбаңыздар. Себебі бұл сөздердің түбірі жағымсыз.
Сондықтан санамыз сол жағымсыз сөздерді қабылдайды. Ары қарай өміріңізге де сол жағымсыз нәрселерді тартасыз. Сәл түсінікті болу үшін былай талдап көрейік. Менің қарызым жоқ. Бұл жерде маңызды сөз қарызым. Яғни сана менің жоқ дегенді емес, қарыз дегенді қабылдайды. Ендеше менің қарызым жоқ, менің ақшам көп. Менде ешқандай мәселе жоқ, менде бәрі керемет. Мен үшін ақша табу қиын емес. Мен үшін ақша табу оңай. Біз үйде ұрыспаймыз. Біз үйде тату-тәттіміз. Менің еш жерім ауырмайды. Менің денім сау, тағы басқа деп ауыстырыңыздар. Алғашқы білім алуым. Есіңізде болсын, сіздің болмысыңыз сіздің біліміңізді және нені оқитыныңызды көрсетеді. Джим Рон. Мен Луиза апамның бір ғана кітабын оқып, кеңестерін жасағаннан кейін аз болса да жеткен жетістіктерімді айттым. Соны дер кезінде түсініп, ары қарай іздендім. Саудам жүріп жатыр, қалтамда ақшам бар, үйге интернет, Wi-Fi қосып алдым. Кешке дейін есеп-қисап, сауда, қыз қайнап жатқан кез. Қолым қалт етсе, ютубтан қараймын. Осы Луиза деген кім? Көрейінші, өзінің даусын естейінші деп ютубта ақтарып тауып алдым. Ютубтағы небір дәрістерді тыңдап, өзімді заманнан қалып кеткенмін бе дедім. Себебі ютубта ақпарат көп екен. Әдеттегідей, Луиза апамды ютубтан көріп отырсам, астына аффирмация, неге жұмыс істемейді деген жарнама жылтыңдап шығып қоймады. Басып қалдым. Инна Кхан деген Лондонда тұратын бір әйелдің арнасы екен. Тыңдадым. Бір емес, бірнеше бейне кеңестерін тыңдадым. Барлығы ұнады. Көп жаңалық естідім. Кәдімгі бір сабақта отырғандай зейінімді салып тыңдап, керек жерін жазамын. Қазір сол ескі дәптерлерімді қарасам, мен бір күнде бірнеше бейне сабақтар қарап, барлығын жазған екенмін. Мен сол кезде интернеттің не екенін онша түсінбегендіктен артық еш нәрсе баспаймын ғой. Үлкен ұлым да кішкентай ол кезде. Содан арада бір ай өткенде ютубтан Иннаның бейне сабағын көріп отырғанда шетінде шығып тұратын арнаға тіркеліңіз. Подпишитесь на канал деген жазуды қалтырап отырып, зорға басып тіркелдім. Тіркелгенім сол-ақ екен, электронды почтама Иннадан күнде хат келеді. Хатта небір сабақтарды ұсынады. Түк түсінбеймін. Маған жақында мынандай сабақ бастаймыз, қатысыңыз десе, мен ойлаппын, Лондонға барып оқу керек деп. Айтпағым бұл емес, айтпағым осылай жалғыз өзім 3 баламен отырып, әр нәрсені бір басып іздеп жүріп, керегімді таптым. Барлығын үйрендім. Содан Иннадан онлайн арқылы бірнеше ақылы сабақ алдым. Алғаш $400 3 айлық курстан бастадым. Ең қымбатты $2000 болды. Шынымды айтсам, қытайлықтармен бірге жасаған төсек жапқыш сатып, тапқан пайдамның 80%-ын білімге жұмсаппын. Оқы деген кітапты сатып алып оқыдым. Күніне 100 рет жаз дегенді жаздым. Барлығын жасадым. Өзім ютубтан ізденемін, тоқтамадым. Инна Кхан, белорустық Валентина Сталыга, американдық Ридай Риян, ресейлік Шамиль Алауиддинов сияқты айта берсем көп. Әртүрлі керемет тұлғалардан білім алдым. Кітап сатып алу мен ақылы сабақ алудан ақшамды ешқашан аяған емеспін. Және қанша ақша болса да ішім ашыған емес. Себебі әрбір алған білімім өмірлік керегіме жарап жатыр. Ал менің сабақ алып жүргенімді естігендер, қазір сабақ оқитын, білім алатын заман емес, қазір ақша табатын заман. Ақылыңнан адасайын дедің бе десе, өзіммен бірге сабақ оқуға шақырған құрбыларымның барлығы бір ауыздан, ойбай, қайдағы сабақ, уақыт жоқ, еріккенсің сенде, жынды болайын дедің бе, ондай ақша жоқ деп үзілді-кесілді қарсы болатын. Адамдардың барлығынан, әсіресе айналамдағы жақындарымның аузынан осындай әртүрлі пікірлерін естігенде, одан кейін менің алған білімімді дұрыс пайдаланып үйренсін деген Алланың маған небір қайырлы сынақтарын жіберіп жатқанын көргенде, талай рет расында мен не істеп жүрмін, жалғыз өзім қуалап кеттім бе деген ойлар мазалап, бәріне қолымда бір сілтегім келген кезде болған. Алланың әрбір жіберген сынағын осындай білімнің арқасында сынақты сыйлық деп қабылдауды үйрендім. Кез келген сынақты сыйлықтың сыртындағы қорабы ашсам, ішінде тамаша, өзім үшін қайырлы сыйлық бар деп қабылдаймын қазір. Білімнің арқасында өмірімде өз мақсатымды таптым. Кейбіреулер кітапқа, білімге ақша қимайды.
қымбат, болмайтын нәрсеге ақша жұмсауды деп ойлайды. Ал енді сіз білім алуды қымбат деп ойласаңыз, надандықтың қанша тұратынын ойлап көріңізші. Шешім қабылдау немесе тәуекел ету. Білім қазына, тәжірибе оның кілті. Фуллер Томас. Тез шешім қабылдап үйрен дегенді жиі естіп жүрмін. Алғашында түсіне алмай көп іздендім. Себебі мен бір нәрсені жасамас бұрын көп ойланатын едім. Кейде тез шешім қабылдай салатынмын. Ал шын мәнінде тез шешім қабылдаудың адам өміріндегі рөлі өте маңызды екен. Осы тез шешімді қалай тез қабылдап үйренуге болады, немесе мен қалай үйрендім? Бірде Инна Кханың ең қымбат сабағын сатып алуға ойым кетті. Сабақ топпен 3 ай бойы өтетін еді. 3 айлық сабақтың құны $2000. Сабақтың басталуына 2-ақ күн қалды. Қатысқым келеді, бірақ қалтамда төлейтін дәл қазір ақшам жоқ. Содан қазір ақшам жоқ, ақша жинап келесі жолы қатысамын деп қойдым. Сөйтіп, кешкі электронды почтамды ашсам, бір бейнебаян тұр. Тыңдасам, шешім қабылдау туралы екен. Тура менің ойымды оқығандай. Кез келген жерде мәселе ақшада емес, мәселенің барлығы сіздің шешім қабылдауыңызға келіп тіреліп тұр дейді. Енді мен осы сөздің растығын анықтау үшін іске кірістім. Ойланып, осы сабақты аламын, дәл осы топпен қосылып оқимын деп шешім қабылдадым. Қалтамда төлейтін ақша жоқ. Ақша тек айдың аяғында болады. Иннаға хабарласып, ақша айдың аяғы болады. Сол кезде төлеймін. Қазір мен сабаққа қатыстыр деп айтамын деген ойда болдым. Содан бүгін сабақ басталатын күн. Иннаға хабарласпадым. Кешке дейін тауар тиеп, қолым тимеді. Содан кеш болғанда жолда келе жатып скайптан Иннаға хабарластым. Еш нәрсе түсіндіріп үлгермедім. Инна мені сабақ оқитын топқа қосып жіберді. Үйге жетпей жатып, бір клиентім қоңырау шалып, банктегі карточкамның нөмірін сұрап, «Камшат, мен бір айға демалысқа шықтым, шет елге емделуге бармақшымын. Қазір саған ақша жібермекшімін» дейді. Бұл кісі негізінде келесі айдың басында ақша жіберу керек еді. Сонымен кешкі сағат 20:00 алғашқы танысу сабағы басталды. Мен сабақта өзімнің алғашқы шешім қабылдау туралы жетістігімен бөлістім. Ертесіне оқудың ақшасын төледім. Менің түсінгенім, кез келген жерде өзіңізге керек ұсыныс болса, я немесе жоқ деп нақты шешім қабылдау керек екен. Расында, кез келген жерде өзіңіз шешім қабылдаңыз, қалғаны сіздің шешімге қарай реттеледі. Шешім қабылдағанды жоғары жаққа тапсырып бердім десеңіз де болады. Одан кейін өзіңіз нақты шешім қабылдап үйреніңіз. Біреулердің пікіріне тәуелді болмаңыз. Ол дегеніміз мысалы, біреулердің басына қандай да бір жақсы ой келсе, жан-жағындағылардың бәрінен «Қалай ойлайсың? Сеніңше менің ойым дұрыс па? Білмей тұрмын, қорқып тұрмын» деп сұрай береді. Өте ұзақ ойланып ақырында бір тоқтамға келе алмайды. Өзі шешім қабылдай алмау бұл адамның өз-өзіне сенімсіздігін білдіреді. Ұзақ ойланған сайын мүмкіндіктерден айырыласыз. Қазіргі отырған жағдайыңыз қандай да бір шешім қабылдауыңызға әсерін тигізбеуі керек. Осы шешімге қатысты өмірімде болған тағы бір тәжірибемен бөлісейін. Шамиль Алауиддинов деген тәлімгердің еңбектерімен таныстым. 2-3 күн бойы ютубтан ол кісінің барлық бағдарламасымен таныстым. Ол кісінің еңбектеріне керемет қызығушылығым артты. Маған осы тәлімгерден сабақ алу керек деген ой келді. Содан кейін күні Алматы семинары болатынын сұрастырып едім. Жақын арада Астана, Алматы қалаларында 3 күндік VIP семинары болады екен. Бағасы 240 000 теңге. Мен ол кісінің семинарына өзіме қажетті өмірлік сұрақтарыма жауап аламын деп Алматыда өтетін семинарға қатысамын деген шешім қабылдадым. Содан алдын ала 2 ай бұрын тіркеліп қойдым. Мұндай жағдайда көп адам ең бірінші қалтасын ойлап қателесіп жатады. Менің дәл сол шешімімді қабылдаған күні қалтамда немесе шотымда ондай ақшам жоқ еді. Және 2 айдан кейін болады деген есептегі ақшаларым да жоқ. Ең бастысы, мен сол семинардың өзіме керек екенін түсініп, нақты шешім қабылдадым. Одан кейін Шәмілдің семинарында отырған суреттерімді жасап, өзім жататын бөлмеме іліп қойдым. Күнде таңертең оянғанда суретті көремін, семинарда отырғанда қиялданамын. Көңіл күйім көтеріліп, мәз боламын. Содан күнделікті тіршілігімді жасаймын. Әр намаздан кейін аффирмация айтамын, дұға қыламын. Бірақ бара алмай қаламын-ау, ақшаны қайдан аламын деп еш уайымдамаймын.
Содан семинар жақындағанда жарты ақшасын жинап қойғанмын. Тура сол кезде ең жақын досымның тойына шақыру қағазы келді. Той басқа қалада болады екен. Тойға баратын болсам, қалтамдағы бар жиған ақшам сол тойға кеткелі тұр. Ең жақын адал досым болғандықтан мен алыстан ат терлетіп тойға барып қатыссам, досыма үлкен қуаныш сыйлаймын. Сол алыстығына, жағдайға қарамастан келіп, қуанышына ортақтасып жатқаныма олар шын қуанып, досымның төбесі көкке жетер деген оймен тойға барам деп шешім қабылдадым. Тойға барып келдім. Расында қалтамда 20 мың ғана ақша қалыпты. Семинардың ұйымдастырушылары хабарласты. Өзімнің семинарға қатысатынымды айтып қоямын. Бірақ ақшаны қайдан алатыным миыма кіріп шығар емес. Семинарға 2-3 күн қалғанда бір танысым хабарласып, «Кәмшат, сіз бір кезде алтыныңызды сатамын деген едіңіз. Сол затыңыз бар ма? Өтпеген болса, бағасы қанша? Сол бағаға бересіз бе?» дейді. Мен расында жаз айларында өзімнің алтын сырға сақинамды сатпақшы болып таныстарыма айтқан едім. Бірақ сол бойы сатылмай қалған, оны ұмытып кетіппін. Өтпегенін айтып, үйге келіп сатып алып кетті. Бір қызығы, қолыма ақша түскенде басыма бұл ақшаға одан да ананы алайын, мынаны төлейін деген сияқты азғырушы ойлар келді жан-жақтан. Ойлар ғана келіп қоймай, алда семинарға қатысуыма кедергі келтіретіндей оқиға болды. Одан кейін бойымда ақшаны төлеп алып қатыса алмай қалсам ше деген қорқыныш үрей билей бастады. Сосын отырып ойланып, өз-өзіме болған оқиғаларға қатысты есеп бердім. Кәмшат, 2 ай бұрын семинарға барам деп шешім қабылдап, жоғарғы жаққа тапсырыс беріп қойдың. Міне, семинар уақыты жақындады. Алла саған керек ақшаны әлгі алтындарымды алған қыз арқылы беріп жіберіпті. Енді сен шайтанның жетегіне ермей барып билет ал. Сені тағы бір саты өсіру үшін ғана жіберілген сыйлықты кедергі деп қорықпай, дәл қазір барып билет ал дедім өзіме. Содан тәуекел етіп, дереу барып семинарға билет сатып алдым. Билетті алып, үйге дейін жаяу келдім. Келе жатып, мен семинарға жай билет алған жоқпын. Мен өзімнің мақсатыма қол жеткізу үшін өмірлік мақсатыма қарай жолдама алдым. Бұл билетпен менің өміріме өзім керемет қайырлы өзгерістер келеді. Мен өзіме керемет достар табуға бара жатырмын. Аллам, менің бар зейінімді аш, менің жүрегімді аш деген сияқты тамаша, күш-жігер беретін сөздер айтып келдім. Енді үйге келгендегі менің көңіл күйім керемет болды. Былайша айтқанда, ақша мені өзі іздеп келді үйге. Таң қалатындай жағдай. Бірақ бұл шындық. Менің досымның тойына барғаным да өте дұрыс шешім болған. Себебі мен қанша ақша жаратсам да, досыма қуаныш сыйлау жолында жараттым. Бармасам, қатты өкінер едім. Семинарға баруым тіпті керемет шешім болған. Семинар менің өмірімді дәл сол кездегі тұрған жерімнен керемет жаққа шынымен де күрт өзгертті. Сол кездегі билетке кеткен 240 мың теңгені басқа жаққа жұмсағанда бір жыртығымды жамар едім мүмкін. Бірақ менің осы кітабым әлі шықпас еді. Семинарға дәл сол топпен қатысқаныма қатты қуанам. Семинарда танысқан топтағы әрбір адам бір тұлға, барлығының орны мен үшін ерекше. Әрқайсының еліміздің өркендеуіне қосып жатқан үлесі зор. Қазіргі таңда олар менің жан жолдастарым, жанашырларым. Қорытындылай келгенде, сізге өз тарапынан айтарым. Кез келген жерде нақты өзіңізге ненің керек екенін біліңіз. Сол жерде дереу шешім қабылдаңыз. Ақшаның бар жоғына, қазіргі жағдайыңызға алаңдамаңыз. Сіз қатты қаласаңыз болғаны. Ақша да, жағдай да сіздің шешіміңізге қарай реттеледі. Алла бәрін реттеуші, Аллаға сеніңіз. Өміріміздің қалай өрбуі біздің тәуекел етіп қабылдаған шешімдерімізге байланысты екен. Көбінесе адамдар тәуекел етуден қорқады. Адам бір рет тәуекел етіп, мәңгілік бақытты болуы да мүмкін. Қабылдаған шешіміңіз қандай болса да, ол өз шешіміңіз, тіпті қате болса да. Ол сіздің шешім. Қателесуге қайсымыздың болса да құқығымыз бар. Өмірде тек ешқандай шешім қабылдамайтындар мен еш нәрсе жасамайтындар ғана қателеспейді. Кез келген жерде өзі шешім қабылдаған адам ешқашан біреуді кінәламайтын болады. Жетістікке жеткен адамдар қабылдаған шешімі дұрыс болмаған жағдайда оған өкінбейді, тек жақсы сабақ алады. Ал енді кез келген жағдайда шешім қабылдай алмай ұзақ ойланған адамдардың, тәуекел етуден қорқатын адамдардың жетістікке жетулері өте қиын. Мен қазір артқа бір сәт бұрылып қарасам, бүгінгі жетістігімнің бәрі бір кездері тәуекел етіп
қабылдаған шешімдерімнің нәтижесі екен. Бір кездері бар шындықты білгенде өзімнің сезімімне бір тиын ақшам жоқтығына қарамастан қызымның әкесімен бір жолата қарым-қатынасымды үзгенде үлкен тәуекел жасаған екенмін. Жеке тұлға. Әр адам қандай да бір өзгеге ұқсамайтын тарих. Александр Лагуновский. Жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар. Ал енді тұлға дегеніміз кім? Әр адамның бойында өзіне ғана берілген бір қасиеті, таланты, өнері, дарыны бар. Мысалға, сіз аспаздықты жақсы көресіз. Сізге тамақ пісірген, тамақ әзірлеген қатты ұнайды. Қазақстан бойынша 100 000 керемет аспаз бар делік. Бірінен бірі асып түсетін аспаздар. Барлығына өз істері, яғни аспаздықпен айналысқаны қатты ұнайды. Кейбіреулері атақты. Көбіне адамдар осындай өздерінің таланттарына қатысты бір нәрсемен айналысқысы келсе, одан да мықты аспаз көп сияқты. Өзінікі оларға жетпейтін сияқты, сіздікін ешкім елемейтін сияқты, тағы басқа секілді ойларды ойлап қорқады. Дұрыстап тыңдаңыз. Жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар. Жалпақ тілмен айтқанда, бұл жер бетінде қанша аспаз болса да, сізге берілген қасиет басқаға берілмеген. Ал басқаға берілген қасиет сізге берілмеген. Әншілер де, бишілер де, тігіншілер де, суретші де, жазушылар да, жалпы барлығында да солай. Мысалға мен өзімді алайын. Қазақстанда небір мықты жазушылар, кәсіби жазушылар жетіп артылады. Бірақ маған берілген жазушылық қасиет басқаға берілмеген. Ол қасиет менің ішімде, менің бойымда. Мен ғана солай жаза аламын. Басқа адамның ішіндегі ерекше қасиеті маған берілмеген, өзінде ғана. Мәселенің барлығы бұларда емес. Ең басты нәрсе, өмірде өзінің кім екеніңді анықта, өмірден өзіңді тап. Содан кейін білім алу арқылы өз салаңның ең мықтысы боласың. Біздің әрқайсымыз ерекше жақсымыз. Біздің қай-қайсымыз болмасын, керемет қуаныш пен шаттыққа, үлкен жетістік пен жеңіске, бақытқа толы керемет өмірге лайықпыз. Біз деніміз сау болуға, пайдалы жұмысқа, ешқашан қаржылай тарықпай, жоқшылықты, кедейлікті ойламай өмір сүруге құқылымыз. Біз мұндай керемет өмірге тула салып құқылымыз. Біз өзімізге берілген өмірдің қыр-сырын, мән-мағынасын, жаратушыны танып білу үшін, жетістікке қол жеткізу үшін, және өзіміздің лайықты тұқымдылығымыз бен сый-құрметімізді сезініп білу үшін жаралғанбыз. Тағы айтамын, сіздер әрқайсыңыз бір жеке тұлғасыз. Себебі адам баласының жаратылысынан бері тарихта дәл біздей адам болған емес. Әр адам керемет бір талантқа, ашылмаған ерекше мүмкіндіктерге ие дедік. Егер осыларды тауып, аша білсе, кез келген адам қалаған нәрсесіне қол жеткізері анық. Біздің айналамызда сан жетпес мүмкіндіктер бар. Кез келген арманыңызға қол жеткізуге барлық мүмкіндік бар. Өзіміздің қалағанымызға қол жеткізуге кедергісін келтіретін басты қамал бұл біздің ойымыздың таяздығы. Сондықтан осы кітаптағы кеңестерге сүйене отырып, өзіңізбен жұмыс істеп, ойыңызды түбегейлі өзгертіңіз. Ішкі диалог. Біреумен тіл табыса білу бұл талант, ал өзімен тіл табыса білу бұл таланттың ең жоғарғы дәрежесі. Қарап отырсаңыз, бүкіл өмірімізде болып жатқан оқиғаның бәрін өмірімізге ойлау, сөйлеу, тағы басқа сияқты әдістермен өзіміз тартатынымыз туралы бірнеше рет айттық. Уақытыңыздың көбінде сіз нені ойлайсыз, нәтижесінде сіз сондай боласыз. Айналаңыздағы қоршаған әлем бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің айнасы. Сыртта айналаңызда болып жатқан құбылыстың барлығы көбінесе сіздің ішкі дүниеде болып жатқан құбылысты көрсетеді, дейді. Өте беделді әлемдік деңгейдегі коуч Брайан Трейси. Психология мен адамның миын ойлау қабілетін зерттеуші қазіргі заман білімділері бір ауыздан біз нені ойласақ, солмыз дегенді бекітті. Осындай көбіміз біле бермейтін, білсек те мән бермейтін, бірақ адамның өмірінде алатын орны өте зор ішкі диалог деген бар екен. Ішкі диалог дегеніміз адамның іштей өзімен өзі күбірлеп сөйлесуі. Егер адам сырттай біреумен сөйлеспесе, міндетті түрде күбірлеп өзімен өзі іштей диалог құрады екен. Ішкі диалог көбінесе адам қандайда бір кездесуге бара жатқанда не айтатыны туралы күбірлеп, немесе сол кездесуден кейін өз ойын толық айта алмаса, өзімен өзі іштей
диалог жасайды. Ал бұл ішкі диалогтың айтылуы ырғағына ашулы, ызалы, қуанышты, өкінішті қарай адам өміріндегі орны өте маңызды. Мұнда диалогтар байқатпай адамды үлкен жетістікке жеткізуі немесе құлдырауға әкеліп соқтыруы да мүмкін. Кез келген біздің ішкі және сыртқы сезімдеріміздің қуанышты, ренжулі барлығы біздің ойымызға тікелей байланысты екен ұмытпаған жөн. Осыған және жоғары ой мен сана бөлімдеріндегі айтылғандарға дәлел ретінде, мысалға дәл қазір көңіл күйді түсіретін еш нәрсе ойламастан көңіл күйіңізді түсіріп көріңіз. Немесе еш себепсіз ашуланып көріңіз. Біздің кез келген көңіл күйіміз ойлау арқылы анықталады. Сіз қандай ой ойлайсыз, соған қарай не күлесіз, не ренжисіз. Өмір бұл күрес, арпалыс, тартыс деп жатамыз. Өмір болған соң барлығымыз қандайда бір кедергілерге, қаржылай тапшылыққа кезігіп жатамыз. Көбінесе біз нені ойлаймыз, сол біздің ішкі диалогтың басты тақырыбы болып шығады. Ары қарай бойымызды қандайда бір сезім билейді. Одан кейін жүріс-тұрысымыз, әрекетіміз анықталады. Адамдардың көпшілігі уақытының басым бөлігін және бар көңілін бітпейтін ішкі диалогқа жұмсайды екен. Тура сол сияқты көптеген уақытын мен бүйтуім керек еді, сөйтуім керек еді деп қолдан жіберіп алған мүмкіндіктерін сараптауға арнайды. Мидың ылғи сәтсіздікке тұрақталуына байланысты ішкі дауыс ылғи бір нәрседен бас тартуға үгіттеп жатады. Сондықтан өміріңіздің өзгеру процесін осындай ішкі диалогтарға сараптама жасаудан, яғни іштей не туралы айтасыз және үніңіз қалай шығады, осылармен жұмыс істеуден бастаған да дұрыс. Мақсатын табу. Арманың биік болсын. Өзіңді шын мәніндегі ең сүйікті ісіңе арна. Сонда сен ұшуды үйренесің. Вадим Котельников. Кез келген адам өмірде өз мақсатын тауып, соған қол жеткізіп, бақытты болуы керек. Немесе өз мақсатына қол жеткізген адам, жетістікке жеткен адам дегенді көп естиміз. Жалпы, мақсат дегеніміз не? Арман мен мақсаттың айырмашылығы неде? Мақсаттың қандай түрлері болады? Өмірлік мақсат дегеніміз ше? Өз мақсатыңды қалай анықтауға болады? Осы және осыған қатысты сұрақтарға тереңірек жауап беріп көрейік. Мақсат дегеніміз армандаудан, қиялдан туады. Арман көбінесе санамызда бала күннен пайда болады. Бала әртүрлі жетістікке жеткен адамдарды, кинодағы кейіпкерлерді, ауылдағы мұғалімді, тағы басқа көріп қиялдап, өздері де сондай болуды армандауы мүмкін. Әртүрлі қиын-қыстау кезеңдерді көріп өскен бала өсе келе тіпті армандаудан да қорқады екен. Адам баласы үшін ең қиын нәрсе армандай алмау. Арманы жоқ адамда мақсат та болмайды. Адам кеңінен армандау керек. Көбінесе адамдар бұрынғы болған сәтсіздіктерінен армандауға қорқады. Кез келген адам қателесуге құқылы. Өткеніміздегі қателік бұл өмірлік сабақ, тәжірибе. Ең қиыны сүріну, қателесу емес, ең қиыны орнынан қайта тұрмау. Арманыңыз биік болып, Алладан көп нәрсені сұраңыз. Себебі Алла сұрағанымызды беруші. Ал армандар міндетті түрде орындалады. Мамандардың айтуынша, кез келген қиялыңыздағы арманды қағазға жазбайынша, ол сол арман болып қала береді екен. Сөйтіп күндердің күнінде арманыңыз сізден алыстап, көзден ғайып болады. Ал қағазға нақты жазылған арман мақсатқа айналады. Кез келген мақсат қол жетімді, мақсатқа қол жеткізетін бірнеше әрекеттер бар. Мақсат дегенімізді ұзақ және қысқа мерзімді деп қарауға болады. Енді осыны толық түсіну үшін мен мақсатты А, Б, В деп 3 типке бөліп төмендегідей қарастырдым. А типті мақсат дегеніміз, мысалға, осы сенбіде жақсы досыңыздың тойы болады делік. Сіз шамамен тойға киетін көйлекті, қанша ақшаға алатыныңызды, қанша ақша беретініңізді, шашыңызды, сәндейтініңізді және қандай сыйлық беретініңізді білесіз. Бұл жердегі сіздің мақсат ақша табу. Ақша табылса, тойға барасыз, ал енді ақша табылмаса, тойға бармайсыз. Б типтегі мақсат дегеніміз, мысалы сіз ай сайын 120 мың теңге айлық аласыз. Тұрақты жұмысыңыз бар. Күнде жұмысқа жаяу барғандықтан кредитке машина алу ойыңызға келеді. Банкке барып, барлығын есептетесіз. Егер ай сайын 50 мың теңгеден құйып отырсаңыз, 5 жылда машина өзіңіздің жеке меншігіңізге өтеді екен. Бұл жердегі сіздің мақсат өзіңізге қажетті машинаны табу, машина алу. Содан машина іздестіріп жүргенде үйге бір жағдай шығып, ақша керек болып қалады. Мұндай кезде сіздің машина алу деген мақсатыңыз өзгеріп, үйдің мәселесімен әлек болып кетесіз.
В типті мақсат бұл сіздің нағыз өмірлік мақсатыңыз. Расында, дәл қазір ойласаңыз, қалай қол жеткізетіңізді білмейсіз, білмеуіңіз керек. Егер де қалай қол жеткізетіңізді білсеңіз, ол ең басты мақсатыңыз емес. А және Б типті қысқа мерзімді мақсат болуы мүмкін. Мұндай А және Б типті мақсаттардың В типтегі мақсаттан айырмашылығы неде? Бұл екі тип те мақсатқа жатады. Тек мұнда қандай да бір кедергі шықса, оңай беріле саласыз. Мұндай мақсаттарыңыз жайына қалады. Болмаса, басқаша тиімді ақшалай ұсыныстар түсіп жатса, тез арада бұл А, Б типтегі мақсатыңызды өзгерте саласыз. Ал өмірдегі ең басты мақсатыңызды ешқашан өзгертпейсіз. Тіпті кедергілерден шаршап, қолыңызды бір сілтеген күнде де мақсатыңыз туралы ой сізге маза бермейді, себебі ол сіздің мақсат. Алла сізге ғана берген қасиет, өнер, шеберлік, талант, тағы басқа десе болады. Сонымен мақсат дегеніміз әр адамға берілген осындай ерекшелік. Мұндай мақсатты ойлағанда сіздің арқаңыз қозып шабыт аласыз. Ал енді өз мақсатымызды төменгі сұрақтарға жауап бере отырып анықтап көрейік. Бірінші, сізге немен айналысқан ұнайды? Сіздің мақсатыңыз өзіңіздің сүйікті ісіңізбен байланысты. Көптеген жетістікке жеткен адамдар өз сүйікті істермен айналысуда. Мысалға, Билл Гейтсқа компьютер ұнаса, Мейрамбек Беспаев, Қайрат Нұртасқа кішкентай күннен ән айту ұнаған. Жаза берсек тізім көп. Бұлардың барлығы өз сүйікті ісімен айналысуда. Ал сізге немен айналысу ұнайды? Мүмкін сіз шығармалар жазуды, спортпен айналысқанды, ән салғанды, сурет салғанды, немесе ас әзірлегенді ұнатарсыз. Мүмкін сіздің жаныңызға кәсіппен айналысқан, сауда жасаған, адамдармен араласқан, немесе жөндеу жұмыстарын жасаған жақын шығар. Болмаса, сіздің қолыңыздан біреуді зейін салып тыңдау жақсы келетін шығар. Қандай жағдайда да сіздің өмірлік мақсатыңыз сіздің жаныңызға жақын сүйікті ісіңізбен тікелей байланысты. Екінші, сіз бос уақытыңызды немен айналысасыз? Сіздің бос уақытта айналысатын ісіңіз сіздің мақсатыңызды анықтауға көмектеседі. Егер де сіз ән салғанды жақсы көрсеңіз, онда ән салу қай салада өсіңіз керектігін білдіретін бір белгі. Осындай белгі деп сурет салу ма, ас әзірлеу ме, әлде спортпен шұғылдану ма, осы сияқты кез келген сіздің әуес ісіңізді айтуға болады. Сіз тек сол белгілерді жіберіп алмауыңыз керек. Мұндай белгілерді қалай қарастыруға болады? Мысалға, біреуге оқыған және жаңа нәрселерді үйренген ұнайды. Ендеше ол адамның мақсаты сабақ беру, білгенін біреулерге үйрету болуы мүмкін. Сондықтан бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз, немесе не істегенді жөн көресіз, осыны жақсылап ойланыңыз. Үшінші, сіз неге көңіл аударасыз? Мысалға, сатушы тауардың сұранысқа ие болатын болмайтын оңай айыра алады. Шаштараз адамның сыртқы шаш келбетіне бірден көңіл аударады. Сәнгер жараспайтын киімді бірден таниды. Әнші нотаның дұрыс түспегенін жылдан байқайды. Ал сіз неге көңіл аударасыз? Қандай дұрыс емес нәрсені көргенде денеңіз тітіркенеді. Сіздің берген жауабыңыз сіздің өмірлік мақсатыңызды анықтауға көмектесетін белгілер болып табылады. Төртінші, сізге не туралы білген ұнайды, немесе нені зерттегенді жөн санайсыз? Сізге қандай кітап, журналдарды оқыған ұнайды? Мүмкін сізге бизнес, аспаздық, киім тігу, немесе балық аулау туралы әдеби кітаптар оқыған ұнайтын шығар. Егер де сіз өз кітапханаңызды жасасаңыз, ішіне қандай кітаптарды жинайтын едіңіз? Мүмкін сіз өзін-өзі дамытумен айналысып көрерсіз. Бесінші, сіздің шығармашылықпен айналысуға деген құлшынысыңызды не арттырады? Мүмкін сіз үшін саудамен айналысу керемет бір өнер шығар. Немесе журналдан жаңа бір тамақ дайындау әдісін көре салып, дереу сондай тамақ әзірлеуге кірісесіз бе? Қандай да бір бастан өткен оқиғаны қағазға сурет қылып салып, шер тарқатуыңыз мүмкін бе? Тағы да ойланыңыз, сізді алдыға қарай жылжуға не мәжбүрлейді? Алтыншы, басқаларға сіздің неңіз ұнайды? Сіздің пісірген асыңызды керемет жақсы көретіндер бар ма? Егер сіздің дайындаған асыңыз ешкімге ұнамаса, сізден керемет аспаз шығуы мүмкін емес қой. Немесе сіздің ән салып, би билегеніңізге тәнті болатындар бар ма? Мүмкін сіздің жазба жұмыстарыңыз немесе сауда жасау қабілетіңіз біреулерді таң қалдырған шығар. Біздің қай-қайсымыз болсын, өзгелерге қызығып тәнті болатын қандай да бір қабілетіміздің бары рас қой. Жетінші, егер сіз алдын ала жетістікке жететініңізді білсеңіз, немен айналысар едіңіз? Біреу өзінің жеке сән салонын ашар еді.
Біреу өзінің музыкалық шамасын сынап, Қазақстан дауысы сияқты жобаларға қатысып көрер еді. Енді біреулер бірнеше дүкен жүйесін ашып көрер еді. Сіздің кез келген жауабыңыз сіздің өмірлік мақсатыңызды анықтауға берілген тағы бір мүмкіндік болып табылады. Өмірлік мақсат бұл көбінесе сіздің бір кездегі бала күнгі қиялыңыздан туған арманыңыз болуы мүмкін. Кейде шаршағанда демалатын ермегіңіз болуы мүмкін. Ең бастысы сіздің рахат алатын сүйікті ісіңіз болуы керек. Сіз қалай қол жеткізетініңізді білмейсіз, сондықтан ойласаңыз қорқып кетесіз. Қол жеткізу мүмкін емес сияқты көрінеді. Осыған қарамастан ой сізге күн-түн маза бермейді, себебі ең соңғы нүктесін сіз білесіз, сезесіз. Соңғы аялдаманың нақты бейнесі сіздің көз алдыңызға тұрды. Шіркін, ақша болса ғой, бүйтерем, сүйтерем дейсіз. Яғни сүйікті ісіңізбен айналысқанда неге қол жеткізетініңізді нақты суреті көз алдыңызда. Осындай белгілері бар болса, міне осы сіздің ең басты мақсатыңыз. Сіздерге көмек ретінде мақсатыңызды анықтауға тағы бір кеңес ұсынайын. Бір қағазға өзіңіз жақсы көріп айналысатын 20 істің тізімін шамамен төмендегі үлгідей жазыңыз. Бірінші, тамақ істеген. Екінші, бала баққан. Үшінші, үй жинаған. Төртінші, кітап оқыған. Бесінші, адамдармен сөйлескен. Алтыншы, көлік жүргізген. Жетінші, сауда жасаған. Сегізінші, ән айтқан. Тоғызыншы, сурет салған. Оныншы, би билеген. 11-ші, өзін білетінді өзгеге үйреткен. 12, үйдің ішін, бөлмелерді сәндеген. 13, киім тіккен. 14, жиһаз жасаған. 15, қол өнер тоқыған. Ою ойған, кесте тіккен, ағаш өнері, әшекей жасаған. 16, гүл еккен, ағаш отырғызған, бау-бақшадағы жұмыстар. 17, тәтті нандар, торт, бәліш, тоқаш, күлше пісірген. 18, жазу жазған. 19, әлеуметтік желінің қыр-сырын ашқан. 20, компьютер мен интернетпен жұмыс істеген. Енді осының ішінде сіз үшін маңызды, шынымен де айналысқыңыз келген 10 жұмысты теріп жазыңыз. Сосын одан да қатты маңызды 5-еуін теріп жазыңыз. Сосын 3-еуін. Енді осы тізімдегі 3-еудің ішіне ең маңыздысы, шынымен де өмірдегі сіз үшін рахаттанып айналысатын іс қайсысы, соны жазыңыз. Міне, мүмкін осы сіздің өмірлік мақсатыңыз болуы мүмкін. Бұл тек сіздерге түсінікті болу үшін келтірілген мысал ғана. Ал сіз тек өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің қолыңыздан келетін істердің тізімін жазыңыз. Бұл да сіздің мақсатыңызды анықтауға көмектеседі. Мен өзімнің мақсатымды қалай таптым? Менің де қолымнан келетін іс біршама баршылық. Мен тәтті нандар, торт бәлішке, тәтті орамалдар, печенье, тағы басқа пісіргенді, киім тіккенді және жазу жазғанды, кітап оқығанды бала күнімнен жақсы көремін. Ол кезде интернет жоқ, және тоқпен пісіретін немесе тоқпен киім тігетін машиналар мүлдем жоқ. Ал кітап көбіне мұғалімдердің үйінде бар. Осыған қарамастан мен өз қиялымнан неше түрлі тәттілерді далаға табада пісіретінмін. Өзіме юбкалар тігемін деп үлкендердің ескі киімдерін қиқалағаным үшін талай таяқ жегенім есімде. Кітапты қазақ тілі мұғалімнен сұрап алып оқитынмын. Жазбасам ауырамын. Біреуге ренжісем де, қатты қуансам да, барлығын жазып отырып шерімді тарқататынмын. Қағаз бен қалам менің сырласым еді. Алғаш жан тану әлеміне келгенде тәттілер пісірумен киім тігу сияқты сүйікті істерім нан тауып жеуіме көмектесті. Менің пісірген тәттілерімді аңсап, арнайы келіп жейтіндер бар. Өзіме қажетті киімдерді соңғы кездерге дейін өзім тігіп киіп жүрдім. Бұл екі іспен айналысқан маған ұнайды, бірақ еріккендегі ермегім сияқты. Шабыт келгенде қиялымды қосып, ерінбей, бірнеше тәтті нандар пісіріп, неше түрлі киім тігемін. Ал шабыт келмесе, біреу басыма мылтық тақаса да пісірмеймін. Бір кездері ақша табу үшін пісірдім. Тігінмен айналыстым, тек ақша табу үшін. Бұлармен айналысқанда рахат алып демалмайды екенмін, бірақ өз еңбектерімді көріп мәз боламын. Жазғанда менің жаным рахат алатын сияқты. Қолыма қалам қағаз алғанда не жазатынымды білмеймін, бірақ бір тақырып басталса, ары қарай мені тоқтату қиын. Мен жазғанда ішіп отырған шайым де жайына қалады. Тіпті тамақ жеместен бірнеше сағат сол жазғанымнан рахат алып отыра беремін. Жазған сайын шабытым ашылады. Алғаш өз мақсатын анықтау туралы сабақ ала бастағанда, менің мақсатым кітап жазу, жазушы болу деп ойладым. Бертін келе, менің өмірлік мақсатым адамдарға көмектесу екенін түсіндім. Бір күні Валентина Сталыга
деген беларустық тәлімгерден 3 айлық сабақ алып болған соң скайп арқылы жеке 1 сағат сөйлестік. Мен өзімнің мақсатым кітабымды жазу екенін айтып отырып, 2 сөзімнің бірінде қазағыма көмектескім келеді. Қаншама қыз-келіншек бар, адасып жүрген, соларға көмектесуім керек. Бізде психологияны аса ешкім білмейді деп шырылдай беріппін. Содан менің тәлімгерім маған: «Камшат, сенің басты мақсатың кітап жазу емес, адамдарға рухани көмектесу. Сондықтан саған алдағы 90 күнге тапсырма. 7-8 қызды жинап онлайн сабақ беруді баста. Сенің айтарың көп, білгеніңмен бөлісуің керек. Елге көмектесе отырып, өзің де өсесің», деді. Шынымен де мақсатым кітап жазып, жазушы атану емес, барлық қазақ тілді адамдарға өмірлерін жақсы жаққа өзгертуге, өз тәжірибемен бөлісе отырып көмектесу, қол ұшын беру екенін түсіндім. Өмірде өз-өзімді тапқаныма мәз болдым. Жүрегім бір толқы, біресе қорқыныш, біресе қуаныш сезім биледі бойымда. Басында менің өмірлік мақсатым адамдарға өмірлерін жақсы жаққа өзгертулеріне көмектесу дегенде, маған бірден қалай деген сұрақ келгені рас. Ойласам қорқатымын. Мені кім тыңдайды? Менің көмегім кімге керек деген сұрақтар туғанда денем дірілдеп кететін. Ұстазым маған алдағы 90 күнге тапсырма берді. Мен өз мақсатымды табу туралы кез келген тәлімгердің өмірлік мақсатыңды тапқанда қалай деген сұраққа жауап бере алмауың керек. Міне сол сенің өмірлік мақсатың болып табылады дегендерін естігенмін. Ал енді кітап жазуды алып қарасам, қалай деген сұраққа жауап бере аламын. Яғни кез келген тақырыпта қалаған нәрсемді жазамын. Баспаға ақшасын төлесем, кітап болып жарыққа шығады. Кішігірім бір кітаптың авторы болып шыға келемін. Ал енді қазақ тілінде барлық адамға өмірлерін жақсы жаққа өзгертуге көмектесу дегенді ойлағанда қалай екені миыма кіріп шығар емес, кәдімгідей қорқынышты көрінетін. Содан өз мақсатымды үлкен қылып жазып, бөлмеме іліп қойдым. Сосын мынандай бірнеше аффирмация жаздым. Мен қазір жұртқа көмектесіп жүрмін. Мен адамдарға сабақ бере бастадым. Менен сабақ алу үшін адамдар мені өздері іздеп келуде. Менің сабағым барлығына ұнайды. Менен сабақ алушылардың саны күн сайын арта түсуде. Менің берген кеңестерім барлығына ұнап жатыр. Менен сабақ алғандардың өмірлері жақсы жаққа өзгеріп келеді. Мен кез келген жерде өз ойымды еркін жеткіземін. Аффирмациямды сол әдеттегідей оқып қайталап, өзін-өзі бағалау дәптеріме қиялымды жаздым. Мен қиялымда адамдар менен сабақ алу үшін өздері іздеп келіп жатқанын, сабақ беріп жүргенімді, менің сабағымның көп адамға көмегі тигенін, кітап жазып жатқанымды елестетіп осындай сурет көрдім. Содан бір күні аялдамаға шығып, бір автобусқа отырдым. Автобустың ішінде бос орын көп екен. Келесі аялдамадан жасы 50-лердің шамасындағы бір әйел адам дәл менің қасыма келіп отырды. Бір тақырыпта сөйлесіп кеттік. Мен ол кісіге бір кітаптың атын айтып, оқуға кеңес бердім. Дереу сөмкесінен дәптерін алып, кітаптың атын жазып алды. Телефон нөмірлерімізді алмастық. Арада бір апта өткенде әлгі кісі телефоныма: «Камшат, кітапты айтқаның үшін рахмет, расында керемет кітап екен, оқып шықтым. Қолың босағанда кездесек» деген хат жолдапты. Кездесетін уақыт белгіледік. Сөйтіп кездестік. Ары қарай жақсы араласып кеттік. Ол кісі менен сабақ алғысы келетіндердің алғашқысы болып, маған ұсынысты өзі жасады. Және менен сабақ алуға кеңес беріп, қасына бірнеше танысын ертіп келді. Одан кейін әлеуметтік желіде Инна Ханның парақшасына жазған пікірімді Гүлмира деген келіншек оқып, мені өзі тауып, «Сіз маған сабақ беріңіз, Иннадан үйренгендеріңізді үйретіңізші. Мен қазір Иннаға төлейтін ондай көп ақшам жоқ, көмектесіңізші» деп маза бермей жүрген. Содан осылай бірнеше қыз мені өздері тауып келіп, өзім күтпеген жерден оңай және тез алғашқы сабағымды бастадым. Алғашқы бір ай тегін сабақ бердім. Тегін бір айлық сабақ аяқталғаннан кейін 10 күннен соң қыздар өздері ақылдасып, менің уақытымды бағалап, ақылы сабақ беруіме ұсыныс жасады. Сөйтіп, алғашқы тобыма 3 ай сабақ беріп, тәлімгерім Валентина Сталыганың маған берген үй тапсырмасын орындадым. Менен сабақ алғаннан кейін топтағы кісілердің әр қайсында кішкене болсын жетістік болды. Ал енді толық өздерімен жұмыс істегендердің жетістіктері керемет. Аптасына 3 рет сабақ өттік. Әр жексенбі күні қалада кездесу ұйымдастырдым. Кездескенде бірге кітап оқимыз. Расында байқағаным, адамдарға өз тәжірибемді айтып, білгенімен бөліскен сайын өзімнің де өсуім жылдамдады. Осылай Қазақстанның түкпір-түкпірінен қыздар көмек сұрай бастады. Мен қолымнан келгенше кеңесімді беремін. Осы тұста мені ылғи бір сұрақ мазалайтын.
осы психологиядағы айтылғандар исламға қарсы келмес пе екен деген. Өзім сырттай білетін дін жолындағы үлкен кісілерден сұрамақшы болып әрекет жасап едім, кейбіреумен кездесе алмадым, ал кейбіреулердің жауабы толық болмады. Содан бір күні телефоныма Дина деген келіншектен Шамиль Алойдинов «Триллионер слушает» деген бейнебаян келді. 2 күн бойы үзбей Шамілді тыңдап, ютубтағы барлық бейнебаяндарын көріп шықтым. Өзімді ойландырып жүрген сұрақтың барлығына толық әрі нақты жауабымды таптым. Бұл маған алдыға жылжуға керемет күш-жігер сыйлады. Өзімнің алдыға қойған мақсатымның өмірімді жақсы жаққа өзгерту үшін жасап жатқанның барлығы дұрыс екені мені қуантты. Менің өміріме деген құлшынысым арта түсті. Содан кейін Шамілдің кітаптарын сатып алып оқи бастадым. Оқыған сайын зәм-зәм суын ішкендей рахаттанамын. Шамілдің «Триллионер думает, триллионер ойлайды» кітабын қазақшаға аударып, бір тобыма осы кітап бойынша сабақ өттім. Міне осы кезде Шамілден сабақ алуым керек деген шешім қабылдадым. Шамілдің семинарына қатысқаннан кейін әлеуметтік желілерден өз парақшамды ашуды ойладым. Мақсатым өзімнің ішіп жегенімнің суретін салып танымал ету емес. Парақшама пайдалы кеңестер жазып, оқырмандар жинап, адамдарға пайдамды тигізу. Әлеуметтік желімен қалай жұмыс істеу керектігін де білмеймін. Тәуекел етіп, мен үшін барлығы оңай және тез деген аффирмацияны айтып, психология кезі деген атпен Инстаграм парақша аштым. Күндегі не жазатынымды алдын ала жоспарлаған да емеспін. Адамдар психологиялық көмекке шөлдеп қалғандай, құды бір мені күтіп отырғандай көрінді. Себебі менің парақшама тіркелушілердің саны сағат сайын артты. Күніне бірнеше хат аламын. Келген сұрақтарға жауап беріп үлгерер емеспін. Оқырмандарымның алғыс хаттары да ағып келіп жатыр. Парақшадағы кеңестерді оқып-ақ өмірлерін өзгертіп жатқандар бар. Алғашқы кезде өзім бір тақырыпты алып, соған сурет дайындап, пост жазатын едім. Қазіргі кезде оқырмандарымның өтініші бойынша солардың көкейлеріндегі тақырыптарға посттар жазудамын. Көмегімнің тиіп жатқанын білу мен үшін бір бақыт. Осы кітапты жарыққа тездетіп шығаруыма жан-жақтан көмек сұрап ағылып келіп жатқан хаттарды әсер етті. Мен алғашқыда сабақ алуды, кітап оқуды барлығын жалғыз бастадым. Қасымда мені қолдаған, ойымен бөліскен не досым, не туысым болмады. Өз мақсатымды тауып, сол жолда өсіп келе жатқанымда әр түрлі сыйлығымен бірге келген қайырлы сынақтар да көп болды. Мен жалғыз 3 баламен қалғанда, ары қарай өшіп қалмай, өскенімді көре алмағандар да болды. Қайтсем құлатамын деп, аяғымнан шалғандар да бар. Кейде менен біраз адамдар, әсіресе жақын адамдарым теріс айналып кеткенде болды. Менің ешбір қатысым жоқ нәрсеге кінәлап, қаралағысы келгендер де болды. Кейбір достармен ойларымыз бір жерден шықпағандықтан көбісі мені түсіне бермейтін. Кейбір үлкен кісілер өздерінің мақсаттарына қол жеткізу үшін маған ақшалы ұсыныстар жасаған кездері де болды. Біреулер менің кітап жазып жатқанымды естіп, керемет жарайсың десе, арасында кекетіп күлгендері де болды. Ал енді кейбіреулері өзіме келіп, сенің басың жұмыс істемейді екен, қазіргі заманда кім кітап оқиды, сенің кітабың кімге керек, кітап шығару оңай дейсің бе, қанша ақша керек екенін білесің бе, одан да ақша табатын тірлік жасасаңшы деген жандары ашып ақылдарын да айтып жатты. Ал енді осындай сыртқы факторлардың әсерін қалай қабылдап, не істеуіміз керектігі туралы алдағы бөлімнің бірінен оқисыздар. Мен алған бетімнен еш қайтқан жоқпын, себебі осындай мен туралы жан-жақты пікірлердің көптігіне қарамастан, менің өмірім жақсы жаққа өзгеріп бара жатқан еді. Мен ешкімді тыңдамадым. Мен тәлімгерімді және өзімнің ішкі даусымды тыңдадым. Содан алға қойған мақсатыма қол жеткізу үшін әрекет жасап, тек алға жылжып отырдым. Содан бір күні кітап жазған танысыма жолығып, кітап шығару жолын сұрастырдым. Өзім баспаларды аралап, мән-жайды білдім. Біраз ақша керек екен. Жақын таныстарыма кітабымды шығаруға демеуші болуларын сұраған кезімде болды. Ешкім қолдамай, кейбіреулері ақшалары болса да демеушілік көрсетуге келіспей жатса, кейбір өтініштерім жауапсыз қалып жатты. Бірақ мен мұндайда, бұл мен үшін қайырлы. Дәл осылай көмектесуге бас тартқандары мен үшін қайырлы. Барлығына рахмет, себебі Алла маған бұдан да керемет сыйлық дайындап жатыр деп дауыстап тұрып айтып ары қарай жылжыдым. Кейде өз мақсатыма қол жеткізу үшін осындай ақшамның
танысымның жоқтығын ойлап бір сәт көңіл күйім түскені рас, дегенмен осылардың бәріне қарамастан өз мақсатыма қарай алған бетімнен қайтпадым. Өз мақсатыма сатқындық жасамадым. Кейде бара жатқан жолымды, жоспарымды өзгертіп жаттым, бірақ алға қойған мақсатымды ешқашан өзгертпедім. Адамға кез келген жетістік адамдармен араласу арқылы келеді деген жақсы қағида бар. Осы сөздің менің санамда жатталып қалғаны соншалық, алғашқыда мені біреулер жүйелі маркетингке шақырса барып жүрдім. Ондай компанияларға жазылмасам да, өзіме жаңа таныс табу үшін барамын. Осылай жүріп бірнеше адаммен танысып, көп нәрсе үйрендім. Одан кейін қай тәлімгерден сабақ алсам да, сол топтағы адамдармен тығыз қарым-қатынаста болуға тырыстым. Топта қанша адам болса, барлығының бойынан бір жақсы нәрсе үйренемін. Осы ізденістерімнің барлығының оң нәтиже бергендігі, қазіргі таңда ойымыз бен сөзіміз бір жерден шығатын, кез келген уақытта ақыл-кеңес айта алатын, сенімді жетістікке жеткен достарым өте көп. Сондай достарымның бір ширегі Шәміл Әлеудиновтан сабақ алған достарым. Біз 3 күндік сабақ аяқталғаннан кейін жиі кездесулер жасап тұрдық. Мен барлық кездесуге барып жүретінмін. Ол кезде кітап жазуға толығымен кіріспеген едім. Кітапқа не жазатынымның барлығы көкейімде сайрап тұр, бірақ құнттап кітап жазуға отырмаймын. Менің жиі айтатын аффирмацияларымның бірі «Маған қажетті адамдар ылғи қасымнан табылуда» деген еді. Содан бір күні өзіме керекті, өз ісінің нағыз маманына жолықтым. Маған керемет жол көрсетті. Сол адамның себепкерлігімен соңғы 2 ай бойы таңертеңгі сағат 9:30-дан кешкі 17:00-ге дейін қозғалмай кітап жазуға отырдым. Бұл досым туралы, оның білімділігі мен өмірлік тәжірибесінің молдығы, еңбекқорлығы туралы, үлгі аларлықтай еңбектері туралы келешекте кітап жазу ойымда бар. Міне, қарап отырсам, мақсатыңызды тапсаңыз, қалғанның барлығы өзі реттеледі екен. Яғни сіз үшін Алла реттейді екен. Расында, кез келген жерде қалай деген қорқынышты сұраққа тоқталудың еш қажеті жоқ. Тек не қалайтыныңызды білсеңіз болғаны. Себебі кез келген жерде қалай деген сұраққа қадалатын болсаңыз, жауап бере алмай, сағыңыз сынып, тұрған жеріңізде желі шыққан шар құсап, солып қаларыңыз анық. Сондықтан мен үшін кез келген жерде қалай деген сұраққа тек Алла жауап береді. Мен ол сұрақты Алланың еншісіне қалдырамын. Мен тек өзімнің қайда бара жатқанымды білуім керек. Күн сайын қолымнан келетін қандай да бір әрекеттер жасаймын. Өте қарапайым мысалмен айтқанда, мақсат дегеніміз үйден шыққанда аялдамаға барып, автобусқа мінбес бұрын қайда және не үшін бара жатқаныңызды білуіңіз керек қой. Тура сол сияқты ең бастысы, қайда бара жатқанымызды, кім болғымыз келетінін білуіңіз керек. Қол жеткізгеніңізге сенуіңіз керек. Ол үшін ең бірінші миыңызды сендіру керек. Тек жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеуіміз керек. Міндетті түрде әрекет жасауымыз керек. Мақсатымызға қол жеткізу үшін бізге қажетті адамды, ақшаны және қандай да бір оқиғаларды барлығын Алла өзі реттейді екен. Қалай дегенді білетін адам ылғи жұмыс тауып алады. Ал не үшін дегенді білетін адам оның басшысы болады, дейді Даяна Рейвич. Ең бастысы, қайда, не үшін бара жатқаныңды біл. Соңғы картинаны, суретті анық көре біл. Соңғы аялдаманы нақты біл. Қалай деген сұрақты ұмыт, ойлама деп жатырмын. Енді осыған тағы бір мысал келтірейік. Соңғы аялдама дегеніміз не? Мысалға, қаладағы кинотеатрда жаңа киноның көрсетілімі бүгін басталды делік. Сол киноның жарнамасы шыққаннан көруге асығып жүрдіңіз. Яғни не туралы, қалай аяқталатынын қызығушылығыңызды арттырды. Сіз бірінші көрсетілімге сеанс алғашқы болып 10 минут бұрын бардыңыз. Кино басталмай тұрып 10 минут киноның ең соңғы эпизодын көрсетті. Яғни соңы қалай аяқталатынын, кім не болатынын бәрін көріп алдыңыз. Содан кино басталған кезде сіз алғашқыдай сан түрлі оймен қарамайсыз. Яғни ортасында кейіпкерлер қандай қиындықтарға тап болып жатса да, сіз еш қиналмай, уайымдамай отырасыз. Себебі аяғында бәрі жақсы болатынын білесіз. Тура осы сияқты өзіңіздің мақсатыңызға қатысты киноның ең соңғы эпизодын анық көруіңіз керек. Мақсатыңызды анықтағаннан кейін ол мақсат қандай болса да, тіпті кез келген істі жүзеге асырарда өзіңізге сенімді болыңыз.
Өзіңіздегі сенімділікті арттыру үшін айнаға қарап тұрып, мен мұны жасай аламын, мен барлығын жасай аламын, менің қолымнан келеді, мен барлығына оңай және тез қол жеткіземін деп бірнеше рет дауыстап айтыңыз. Ал енді жоғарыдағы сұрақтардың көмегімен өз мақсатыңызды анықтаған болсаңыз, мақсатқа қол жеткізетін уақытын белгілеңіз. Содан кейін қағазға шамамен былай: мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз. Мен өзімнің сүйікті ісім, нақты сүйікті ісіңізді жазыңыз. Айналысудамын. Бұдан өзіме рахат алып, ай сайын тұрақты түрде қанша сома қажет санмен жазыңыз. Ақшаға ие болудамын деп жазыңыз. Осы жазғаныңызды күнде бірнеше рет көшіріп жазыңыз. Көз алдыңызға, мақсатыңызға қол жеткізген кездегі өзіңіздің қуанышты сәтіңізді елестетіңіз. Сол бейнені нақты көре білуіңіз керек. Енді сол көз алдыңыздағы суретті өзін-өзі бағалау дәптеріне толығымен осы шақта қол жеткізгендей етіп жазыңыз. Қысқаша айтқанда, шығарма жазыңыз. Мысалға, сізге атақты суретші, ең мықты дәрігер, ұлағатты ұстаз деген сияқты тақырыпқа шығарма жазуға тапсырма берді дейік. Ал енді сіз үшін атақты суретші деген кім? Ең мықты дәрігер ше? Сіз осы аталған адамдар туралы өз түсінігіңізді, өз ойыңызды жазарыңыз анық. Тура сол сияқты өзіңіздің мақсатыңызды анықтағанда кім болғыңыз келеді, сол туралы нақты шығарманы осы шақта жазыңыз. Содан кейін мақсатыңызға қатысты бірнеше аффирмация жазыңыз. Алдағы 90 күн бойы жазғандарыңызды көшіріп жазып, қайталап оқыңыз. Мұндай жазба жұмысы сіздің қиялыңызды өсіреді және сіздің қиялыңыздағы суретті анық көруге көмектеседі. Күн сайын қиялға беріліп, бір мезгіл мақсатыңызға қол жеткізген кезді елестетіңіз. Міндетті түрде елестетіңіз. Сол сәтті сезініңіз. Қол жеткізген кезіңізді, соңғы аялдаманы елестетіңіз. Қуанып, жиі-жиі сезініңіз. Күніне 5 минут болсын сондай қиялға беріліңіз. Бұл ертең кім болғың келеді? Бүгіннен бастап өзіңді солай ұста. Сезін дегенді білдіреді. Егерде көз алдыңызға еш нәрсе елестете алмасаңыз, YouTube-тан өз мақсатыңызға қатысты жетістікке жеткен кісілердің өмір жолын, өмірбаянын көріңіз. Кітаптардан оқыңыз. Жалпы үлкен жетістікке жеткен бай адамдардың еңбек жолдарын көп қараңыз. Оқыңыз. Бірақ есіңізде болсын, кешке дейін осында қиялға беріліп, ешқандай әрекетсіз құры көшіріп жазып, оқып қойып қана отыра беруге болмайды. 24 сағат басыңызды алмай, тек осыларды көшіріп жазып, аффирмация айтып отырсаңыз да, қандай да бір әрекет болмаса, ешқандай жетістікке жетпейсіз. Сондықтан орныңыздан тұрып, әрекет жасаңыз. Кішкентай болса да, күнде қандай да бір әрекет жасау керек. Мен өзімнен сабақ алғандарға кейде айтамын, ең болмаса үйден шығып, көшеде 5 адаммен танысыңыз деп. Көп адамдармен танысып араласу керек, себебі кез келген жетістік адамдармен араласу, қарым-қатынас арқылы келетін жоғарыда айтып өттік. Менің өмірлік мақсатым өз тәжірибемен бөлісу арқылы адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертуге қол ұшын беру, көмектесу дедім. Ал кітап жазу, әлеуметтік желілердегі парақшаларымды ашу, сабақ беру, семинарлар жүргізу. Мұның барлығы да арнайы бір уақыттарға белгіленген мақсаттар. Бұлар менің өмірлік мақсатыма қол жеткізу үшін қажетті құралдар болып саналады. Мен әрбір адамға жеке-жеке барып көмектесу мүмкін емес. Сондықтан біреулерге кітабым арқылы, біреулерге әлеуметтік желілер арқылы, біреулерге семинарларым арқылы, біреулерге жеке кеңес беру арқылы көмегім тиері сөзсіз. Адам өз мақсатына қол жеткізу үшін жасаған әрбір ісіне рахат алу керек. Яғни өзінің сүйіктісімен айналысқанда шаршамай, керісінше рахат алады. Таңертең ұйқыдан оянғанда мақсатыңыз сізді төсектен атып тұрғызады екен. Сондықтан өз сүйікті ісіңізді анықтаңыз. Өзінің мақсаты жоқ адамдар өзгенің мақсатының орындалуына ат салысып жүргендер болып табылады. Өзінің мақсаты жоқ адамдар біреулерге тәуелді адамдар. Өзінің мақсаты жоқ адамдар қаржылай біреулерге тәуелді адамдар. Өзінің мақсаты жоқ адамдар біреулерге жалданып жұмыс істейтіндер. Мақсатымызды ешқашан қазіргі жағдайымызға қарап отырып анықтауға болмайды. Яғни адамның ақшасы жоқ, қарызы көп болса, өзі керемет ән салатын бола тұра, менің мақсатым көп ақша табу деп саудамен айналысып кетпеу керек. Одан кейін сіздің мақсатыңыз басқаларға пайдалы болу керек. Біреудің пайдасына жарай білуіңіз керек. Сондықтан сіздің қолыңыздан қандай да бір іс келсе, сізге және сіздің еңбегіңізге деген сұраныс бар. Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналыса отырып, өзгеге пайдаңызды тигізе отырып, сіз мол табысқа ие боласыз. Ең бастысы,
Табыс табуда шаршамауыңыз керек. Ол үшін тағы айтамын, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуыңыз керек. Егер де өзіңіз басқа саланы жақсы көре тұра, қазір біреудің қолында мамандығыңыз бойынша жұмыс істейтін болсаңыз, бас салып жұмыстан шығуға асықпаңыз. Мұндайда не істейміз? Осы мамандық сізге ұнай ма, жоқ әлде ұнамай ма? Ұнайтын, ұнамайтын біреулерге жұмысыңыз туралы айтқан әңгімеңізден байқауға болады. Егер де біреу жұмысыңыз туралы сұрағанда, ой жүрміз, сол баяғы ақшасы аз, қайтем енді шаршасам да, амал жоқ, басқа жұмыс жоқ, жүрміз ғой дейтін болсаңыз, онда жұмысыңызды жақсы көрмейсіз. Амал жоқ, ақша үшін басқа жұмыс болмаған соң жүрген адамсыз. Мұндайда сізге қанша жалақыңызды көбейтсе де, сіздің көңіліңіз толмайды. Кез келген уақытта сіздің шағымданған әңгімеңіз бітпейді, және қанша жыл жұмыс істесеңіз де ешқашан үлкен жетістікке жетпейсіз. Ал енді сізге жұмысыңыздың нақты несі ұнамайды екен, соны анықтаңыз. Ол үшін бір параққа жұмысыңызға қатысты көкейіңізде жүрген жағымсыз ой-пікірдің бәрін, жұмыста әріптестер арасында болған көңіліңізді түсірген оқиғаларды толық, кім неге, не үшін, қашан деген сұрақтарға жауап бере отырып жазыңыз. Бір парақ бола ма, 5 парақ бола ма, барлығын толық жазыңыз. Сосын анықтап оқыңыз. Содан кейін, сендерге рахмет, мен барлығына алғыс айта отырып, сендерді өз өмірімнен босатамын. Сендерге Алланың нұры жаусын, мен сендерді жақсы көремін, деген алғысты дауыстап айтып отырып жыртыңыз, өртеңіз. Ал енді бір дәптерге жұмысыңыз, бастығыңыз, әріптестеріңіз, алып жатқан айлығыңыз, тағы басқа үшін Аллаға ең аз дегенде 50 алғыс жазыңыз. Сіз қазіргіден де жақсы жұмысқа ие болу үшін қазіргі барыңызды бағалап, сол үшін Аллаға шексіз риза болу керек. Қазіргі жұмысыңызды жақсы көруіңіз керек. Міне осы кезде Алланың сізге одан да кереметін берері сөзсіз. Бұл жазу сіздің жұмысыңызға деген көзқарасыңызды жақсы жаққа өзгертуге, жұмысыңызды жақсы көруге және барыңызды бағалауға көмектеседі. Одан кейін әр адам өзінің істегеніне қарай лайықтысын ғана алады. Сіз сол жұмысыңызда отырып, өзіңізге берілген, өзіңізге тиесіліден артық жұмыс жасап үйреніңіз. Мұндай артық еңбекті ешқандай есепсіз, шын ниетіңізбен жасаңыз. Сіз жасағаныңызға қарай еңбегіңіздің ақысын, жұмыстан болсын, басқа жақтан болсын аларыңыз сөзсіз. Тек жасағанда ешқандай есепсіз жасап үйреніңіз. Мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жатырмын деген сөзді жиі айтыңыз. Уақыт өте келе сіз өзіңіздің барыңызды бағалап, шын риза болған кезде жұмыстан шығу-шықпауыңыздың барлығы өзі анықталады. Расында бұл мамандық сіздікі болмаса, ыңғайы келіп жұмыстан шығып кетуіңіз мүмкін. Басқа жақтан ұсыныстар түсуі мүмкін. Әйтеуір өзі реттелері анық. Мен мұндайды уақыты келгенде Алла өзі реттейді деп айтамын. Сондықтан мақсат туралы оқығанда, жұмысыңыз өзіңізге қанша ұнамаса да, бас салып жұмыстан шығуға асықпаңыз. Тек жоғарыдағы кеңестерді жасаңыз. Қалғанын Алла өзі реттейді. Осыған сеніңіз. Ал енді қазіргі өз мамандығыңыз өзіңізге ұнайтын болса, істеп отырған салаңызда өсіңіз, ең мықтысы болыңыз. Өз мамандығыңыз бойынша білім алыңыз, кітаптар оқыңыз, ютубтан кеңестер көріңіз, алған біліміңізді күнделікті өмірде пайдаланып үйреніңіз. Өз мақсатыңызды айқындаған кезде жолдағы кедергілерге берілмеңіз. Ондай кедергілер болары анық. Мұндай кездерде ертең мақсатыма қол жеткізгенде осылардың маңызы бар ма? Мен мақсатыма қол жеткізгенде не болады деген сияқты сұрақтарға жауап беріңіз. Кейбір жағдайлардың бір айдан кейін де ешбір маңызы болмай қалары анық. Сондықтан жолдағы әрбір туындаған кедергілерге тоқталып тұрып қалмай, мақсатыңызға жету үшін ары қарай жылжыңыз. Жалпы кез келген мақсатты іске асыру үшін таныс немесе ақша керек деген ең үлкен қате ой екенін түсіндік. Сондықтан қандай да бір мақсатты іске асыру үшін, биікке шығып жетістікке жету үшін таныс тамыр болмаса ақша емес, білім керек. Білім алыңыз. Өсіңіз, одан кейін кез келген алған біліміңізді күнделікті өмірде тәжірибеден өткізіп пайдалана біліңіз. Кімнің өмірлік мақсаты жоқ? Ондай адам кім не айтса соған еріп, әр нәрсенің басын бір шалып жатады. Қайда бара жатқанын білмеген адам жол-жөнекей әр нәрсеге бір алаңдап, түзу жолдың өзінде дұрыс жол таппайды. Ал мақсаты бар адам нақты қайда бара жатқанын білгендіктен, жолда қандай бір дауыл болса да, еш нәрсеге қарамай алға жылжиды.
Мақсатты анықтағаннан кейін адамда әрекет болу керек. Ол күнделікті қандай әрекет жасайтынды білу үшін қолыңда жоспар болу керек. Ескере кететін нәрсе, адамда өмірлік бірнеше мақсат болмауы керек. Яғни бірден 2-3 мақсатты алып жүруге болмайды. Себебі сіз өмірлік мақсатыңызды анықтағанда бойыңыздағы бар энергияңызды соған жібересіз. Ал егер екі бірдей биік мақсатты таңдасаңыз, жазба, елестету, сезіну жаттығуларын жасағанда, ал бұл жаттығуларды жасау алғашқыда өте маңызды. Бір мақсатпен жұмыс істеп, артынша екінші мақсатыңызға кіріссеңіз, немесе бүгін біреуімен, ертең екіншісімен жұмыс істегенде миыңыз атала болады. Нәтижесінде түкке де қол жеткізбеуіңіз мүмкін. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген мақалдың кері келеді. Сол себепті адамда өмірлік бір мақсат, одан кейін мақсатына қол жеткізу үшін күн сайынғы істейтін әрекеттерінің жоспары болу керек.